Сәлеме. Бүгін біз анам екеуміз Наурыз мерекесіне орай Наурыз көже пісіреміз. Алдын ала Наурыз көже пісірмес бұрын қысқаша мәлімет айта кетейін. Шығыс календарі бойынша Наурыз жылдың басы. Парсы тілінде нау деген жаңа дегенді білдіреді, рус деген күн деген мағынаны білдіреді. Өзбектер Наурыз мерекесінде самаляк деген тағамды пісірсе, қазақтар Наурыз көже пісіреді. Анашым, Наурыз көжені қалай пісіреді? Ой, қызым, Наурыз көженің пайда болуы туралы тарихта әртүрлі аңыздар бар. Нұх пайғамбар қазығұрттың басына келіп, яғни күн мен түн теңескен күні 21-нен 22-сіне қараған шақта тоқтапты деседі. Зілзаладан, топан судан аман қалғанына шүкіршілік етпек болып, Құдайдан ақ береміз деп шешеді. Қараса, қаптың түбінде бір кесек ет, тары, асбұршақ, тұз, құрт қалған екен. Солардың бәрін қосып, араластырып пісіреді. Араластырған сайын Алланың атын айтып, берекесін берсін деген сайын оны Алла естіп, зәмзәм су жіберді. Сол зәмзәм су қосылғаннан кейін әлгі тағам сондай берекелі, дәмді болыпты деседі. Жан-жануарлардың барлығы кемедегі сол тағамнан дәм татыпты. Ел аузында амал, яғни тілеу көже дегенде аты бар екен оның. Наурыз көже деп те атаймыз, я? Сол соғымнан қалған ең бірінші қазы сүрленген етімізді алдын ала таза қылып шуып, кастрөлге салып қайнатып аламыз. Алдын ала бұқтырып, міне мынау тары, асбұршақ, жарманы бұқтырып аламыз. Солардың барлығын алып, біз алдын ала енді дайындап қойдық. Міне, енді сосын барып құрт қосамыз, тұз қосамыз дәмін келтіріп. Ең соңынан, яғни нан, барша өмірдің бастауы нанымызды саламыз. Солың бәрін 7 түрлі дәмді қосқанда сондай дәмді көже болады. Наурыз көжені 7 үйден барып ішу керек екен, қызым. Бір үйден емес, көрші көлемнің бәрін аралап, сондай дәмді болады. Наурыз көжені тауысып ішкен адамның жыл бойы берекесі мол, ырзығы көп болады екен, қызым. Қандай дәмді, өте күшті. Наурыз құтты болсын.